кішкентай қыз өз-өзіне қол жұмсады дейді. Кімсіз өзі? Жедел уәкіл Әлия Ұланова. Алматы қаласы полиция басқармасының криминалды полиция бөлімі. Тағы да қайталап айтам, бұл суицид. Өлім алдындағы жазған хатын көрсетіңізші. Сіз Мерейді жақын танитын едіңіз. Иә, аз ашыққа жаққас жүре бер. Мерей өз-өзіне қол жұмсаған жоқ. Тергеуді қай жерден бастаған дұрыс деп ойлайсың? Мектептен ба? Бүгін онда ауыл тұрғындарынан немесе полицияда тіркеуде тұрғандардан бастық болады. Жақындама. Адамша сөйлесу керек пе? Баласын адам зорлайтын қып тәрбиелеген кісіні мен сыйламаймын. Сенікі дұрыс болмасашы. Мүмкін бұл суицид шығар. Сонда сендердің күдіктеніп отырғандарың менің бекзатым ба? Сен бұл туралы қашан айтам? Мерейді менің бекзатым зорлап деп бүкіл ауыл шулап жүр. Неге маған сол кезде айтпаған? Неге маған бірден айтпаған? Міне осылай. Талғат аға, егер екеуі де кінәлі болса, отырады екеуі. Заң бойынша болсыншы барлығы. Өтінем. Жоқ. Маған олардың отырғаны керек емес.